Моңғолдың үш жазушысы бар екен, бірінші қатарда отыр екен өздері. Мен сөйлеп тұрмын ғой. Мен бәрін айтып келіп, былай дедім. Мұны жерде моңғол жазушылар отыр, біз моңғол халқына рахмет айтамыз дедім. Өйткені біз отаршылардың насихатына сеніп, Шыңғысхан жауыз, Шыңғысхан басқыншы, Шыңғысхан қанішер дегенге сеніп, біз бабамыздан безіп кеткенде Шыңғысханға ие болған моңғолдар дедім. Сонысына рахмет. Төбесіне көтеріп, бәленбей ғасыр ұстап келді. Ананда ескерткіш жасады. Олар Шыңғысханды көтерді, Шыңғысхан моңғолды көтерді. Шыңғысхан арқылы моңғолды дүние таныды. Енді әр нәрсенің уақы бар, Шыңғысхан отанына қайту керек. Дедім бәріне. Ondan dəlillərimdə etdim. Qalay? Ol üçün askan olama boludun gerek yok Çınqısxanın törük ekenini bilу үшін. Şeşesi nağaşı jurtu Qoңыраттар bilesiz. Algan bәйбішесі бөрте Qoңырат kızı. Odan tuğan 4 yıl özün tügel Türk kızlarını үйленген. Keyingi zerttewçiler anıqtab otur onu. Жошы да, Чағатай да, Үгөдөй да, Төле де бәр Түрк қыздарына үйленген. Керей өзінің нағашы. Qoңырат, Жалайыр, осылардың қызын үйленген. Шыңғысхан түркі дейгеле сонда Қабдеш Жұмадилов ағамыз тек қана осындай дәлел келтіріп тұр ма? Дәлел келтірдім дейді ғой. Дәлел келтіргенде Шыңғысханның шешесі түркі Қоңырат руынан, өзінің жары Бөрте ол да Қоңырат руынан, сосын туған балдары бәрі түркі қыздарына үйленген дейді. Сонда бар болғаны дәлел осы ма? Ал жиен ел болмас деген қайда? Егерде осы дәлел болса, онда Шыңғысхан ол жиен болып шығады ғой түркілерге. Ал оның балдары жиеншар болып шығады. Солай емес пе? Басқа дәлел жоқ болса. Сонда Қабдеш Жұмадилов әкесін айтпайды ғой. Шыңғысханның әкесін. Әкесі түркі болды деп. Бізде әке жағынан адамды өз жағына тартпай ма? Әкесі түркі болса, онда міне әкесі түркі екен, сондықтан да Шыңғысхан ол да түркі деп айтатындай. Бірақ әкесін айтпайды ғой, шешесін айтып отыр ғой, шешесі түркі деп, Қоңырат руынан деп. Бұл жерде жалпы дәлел басқа жоқ болып тұрғаны ғой.